БЖЗ кандай төлем түрлерін жасайтынын білгіңіз келеді ме? Ендеше бәрін қысқа әрі түсінікті айтып берейін. Жасына байланысты төлемдер. Азамат зейнет жасына жеткен кезде жинақталған қаражат мөлшерінен ай сайынғы төленеді. Бұл негізгі төлем түрі. Мүгедектік бойынша төлемдер. Зейнет жасына дейінгі бірінші-екінші топтағы мерзімсіз белгіленген мүгедектігі бар тұлғалар ай сайынғы төлемді ала алады. Ерікті жарналары бойынша төлемдер. Ерікті жарналары бойынша төлемдерді 50 жастан бастап алуға болады. Сондай-ақ мүгедектігі бар тұлғалар мен елімізден тыс тұрғылықты тұратын жеріне кеткен азаматтарға да қолжетімді. Елімізден тыс тұрғылықты тұратын жеріне көшкен азаматтарға арналған төлемдер. Басқа елдің азаматтығын алып, ТТЖ-ға көшкен азаматтығы жоқ адамдар өз жинақтарын толықтай ала алады. Қайтыс болуына байланысты төлемдер. Қайтыс болған азаматтың жақындарына 94 айлық есептік көрсеткішке дейінгі жерлеу төлемі беріледі, ал қалған жинақтары заңды мұрагерлеріне төленеді. Жұмыс берушінің жинақтары мұраға қалдырылмайды. Толық ақпарат қордың ресми сайтында, ал әр төлемнің шарттарын, құжаттарын, рәсімдеу тәсілін келесі видеоларда жеке-жеке түсіндіреміз. Сұрақтарыңыз болса, жекемізге жолдап немесе 1418 байланыс орталығына хабарласыңыз.